Балалар, бүгін мен сендерді табиғаттағы қызықты ойындар алаңына шақырмақшымын. Сиқырлы ойын алаңына өту үшін көктем ханшайымның сиқырлы тақиясы мен чешкедегі көк және қызыл текшелер көмектесетін болады. Қазір тақияны мен киген кезде ойын алаңына бара жатқан жолдар дыбыстық жолдарға айналады. Сендер ол жерде көрген дыбыстарды атап, оның дауысты, дауыссыз екендерін чешкелердің арқылы ажыратып көрсетулерің керек. Ендеше кеттік. Ш дауыссыз, А дауысты. Ш дауыссыз, А дауысты. Дауысты. Е дауысты. О дауысты. Р дауысты. Балалар, біздің сиқырлы тақиямыз гүлді алаңқайға алып келді. Қараңдаршы, нелер тұр екен? Гүлдер тұр екен. Ендеше гүлімізді алып, алаңқайдағы алғашқы ойынымызды бастайық. Бұл ойынның аты көктемде деп аталады. Қазір көктемде деп сөйлемді бастап, көктем ерекшеліктерін гүлдің ортасындағы суреттерді көріп, жалғастыратын боламыз. Жарай ма? Ендеше мен бастайын. Көктемде табиғат оянып, айнала құлпыра түседі. Айдай. Көктемде ағаштар гүлдейді. Көктемде ана-даланың мерекесі болады. Көктемде жапырақтар өсе бастайды. Көктемде бақ көде өседі. Көктемде ағаштар бүрсік атады. Көктемде егіншілер егін егеді. Көктемде кемпір қосақ сығады. Көктемде жәйдіктер оянады. Көктемде жаңбыр жауады. Көктемде табиғаттар оянады. Көктемде адамдар жұқа киіне бастайды. Көктемде құстар қайтып келеді. Көктемде күн жылына бастайды. Көктемде ағаштар түрлі түске боялады. Өте керемет. Балалар, сендер көктем ерекшеліктерін ұмытпақсыңдар. Ойын ұнады ма сендерге? Ендеше осы гүлдің келесі бетінде не бар екен? Қараңдаршы. Менде инелік. Бұларды не деп айтамыз? Жәндіктер. Балалар, мына жәндіктер осындай көгалда, яғни гүлдердің арасында жүргенді өте жақсы көреді екен. Демек, олай болса, осы жәндіктер жолы деген ойын ойнағым келіп тұр. Ендеше жәндіктерді шалғынға орналастырайық. Орналастырыңдар да мені мұқият тыңдаңдар. Балалар, шалғын дегеніміз бұл гүлдерді суармасақ та өздері шығатын өсімдікті, алаңқайды осындай шалғын немесе алаңқай деп атайды екен. Ендеше орындығымызға барып, жәндіктер жолы деген ойынымызды бастайық. Балалар, ендеше жәндіктер жолы деген ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Қазір алдарында ойын парағында тор көздер берген және бұл жерде үлкен бір нүкте тұр. Сол нүктеден менің айтқан нұсқаулығым бойынша жүріп отырамыз. Сөйтіп біз қайда барамыз? Жәндіктерді қайда барамыз? Шалғынға баруымыз керек. Ендеше бастайық. Бірінші қара нүктеге қойып аламыз. Екі торкөз оңға тағы да кет. 1, 2. Төрт көз жоғары. 1, 2, 3, 4. Екі көз солға. 1, 2. Өте жақсы. Екі көз жоғары. 2 көз жоғары. 1, 2. Оң көз оңға. Санаймыз кет. 1. Айдай санай қой. 5, 6, 7, 8, 10. Яғни гүлді алаңқайға барды. Балалар, оңға, солға, жоғары, төмен бағыттарды біледі екенсіздер. Жәндіктермен бірге жәндіктерді топтастыр деген ойын ойнайық. Ойын шарты бойынша қазір әуен қосылған кезде қолымыздағы жәндіктермен бірге әуен ырғағымен билейміз. Әуен тоқтағанда менің сиқырлы гүлдерімде цифрлар көрсетіледі. Сол цифрға сәйкес алаңқайда топтасатын боламыз. Келістік пе? Ал ендеше ойынымызды бастаймыз.
3, 4, 5, 6, 7. 7. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Алты жәндік қап қойдық. Жарайсыңдар. Ендеше ойынымызды қазір қолдарындағы таңдаған жәндіктеріне байланысты бөлініп, орталықтарда жалғастырайық. Құмырсқа жәндігін таңдаған балалар өнер орталығына барып, мынадай планшетте өздерінің тақырыпта өз ойларынан сурет салады. Келесі құмырсқаны таңдаған балалар, олар математика орталығына барып, мынандай көгалда немесе көк шалғындағы жәндіктерді санап, мына тор көздерге сол жәндіктердің санын жазу керек. Ал қоңызды таңдаған балалар, ол жерде мынадай сиқырлы қағаз бар. Осы сиқырлы қағазда өзінің ұнайтын жәндіктің бейнесін салып, оған су тамызса, ол жәндік үлкен жәндікке айналады. Осыны зерттеп бақылап көретін болады. Ойын орталықтарына бөліне қойыңдар. Балалар, алдарында сиқырлы қағаз бар, иә? Біз жаңа алаңқайдан көптеген жәндіктерді көрдік, иә? Көбелектің бейнесін саламын. Қане, көбелекті салып аласыңдар ма? Салыңдаршы. Көктем мезгілі келген кезде көбелектер де оянып, табиғатқа өзінше не береді? Сән береді екен, иә? Еді, менің сиқырлы көбелегім қандай болады? Қарындаш балалар, менің мұқият қарындаш мені. На, көбелектер кішкене суды тамызса, бұл көбелек көріңдер ма? Иә. Үлкейіп жатыр ма? Иә. Менің көбелегім үлкен көбелекке айналып жатыр. Димаштық те өте керемет. Неше көбелек жасадық балалар? Санайықшы, 1, 2. Инабат санаш, неше көбелектің суреті? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 көбелек ба? Ендеше мен 6 санын жазып, сіздерге жазып бұны суда жүргізейін. Үлкен болды. Үлкен болды ма? Қазір неше көбелек жасадық біз? 6. Ал? 6. Қазір суды қол. Абай мен қыстан шықты. Қандай сан салдың? Қандай цифр мынау? 6. 6. Әкел, қолыңа алып берейін. Балалар, біз бүгін қандай жәндіктердің бейнесін салдыңдар? Көбелек. Көбелек. Ол көбелектердің сиқырлы екен, иә? Ол көбелекті салғаннан кейін су тамызған кезде не істеді? Үлкен болды. Үлкен болып шықты, иә? Неше көбелек салдық инабат жаңа? Барлығымыз? 6 көбелек. Қана 6 санын жаңа бізге кім жазып берді? Айдай салып берді, иә? Ендеше ары қарай осы суға сандарды салып, тәжірибелеріңді аяқтай беріңдер. Алдарындағы алаңқайдағы жәндіктер орналасқан, иә? Осы жәндіктерді санап, сол жәндікке сәйкес ұяшықтың қасына санын жазатын боламыз. Жарай ма? Ал енді бірінші бізде қандай жәндік? Ине. Неше екен? Санайықшы алаңқайдан. Расул санашы кәнекей. 1. Неше екен? 1. Біреуі. Ендеше қандай сан жазамыз? 1. 1. Жарайсыңдар. Жәндікті санап алып аламыз. Жарай ма? Алаңқайдан қасына қойып қоямыз. Ал екінші қандай? Қоңыз санаңдар. Қоңыз аламыз. 1. Алып қоямыз. 1. 1. Неше екен? 2 екен. Сары көбелектерді санап шықсы. 1, 2, 3, 7. 9, ya? Sargül? Sargül 10. 10. Sanap шыға қойшы? Әнки. 1 инелік, 2 қоңыз, 3 көбелек, 4 ара, 5 құмырсқа, 6 Қызыл. гүл, 7 көбелек, 8 шыбын, күлгін көбелек, 9 сары гүл, 10. Жарайсың, өте керемет. Құмырсқа 5. Құмырсқа неше екен? Көбелек 3 екен. Күлгін көбелек неше екен? Бексұлу? Неше екен? 4 екен. Нені салып жатсың? Мен таумен үйді салып жатырмын. Жарайсың, бұл кімнің үйі болды екен?
Менің. Сенің ба? Өте керемет. Бұлттар салыпты, кәнекей. Жарайсың. Рамазан, сен не салғансың? Кемпір қосақ неше түсті болып тұр? 3. Негізі бірақ кемпір қосақ 8 түсті болады екен, я? Ендеше 8 түсті кемпір қосақты салып бітіре қой. Алар не балалар? Шөптер. Жарайсың. Таудағы шөптер. Шөптер екен. Оның жанында неше қабатты үй тұрғызғансың? 3 қабатты үй тұрғызыпты. Қандай керемет. Ендеше жұмыстарымызды аяқтасақ, сендерді алаңқайға шақырамын. Келе қойыңдар. Көктем қаншайымның тақиясымен бірге биші тақия ойынын ойнайық. Ойын шарты бойынша әуен қосылғанда тақияны бір-бірімізге кигізіп билетеміз. Әуен тоқтағанда тақия кімнің басында қалады? Сол бала менің сұрақтарыма жауап беруі керек. Жарай ма? Ал ендеше бастаймыз. Ал тоғжанда қалды. Тоғжан, дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауыстар 2-ге бөлінеді. Қандай? Дауыссыз, дауысты. Жарайсың, кеттік. İnanın, birden 10'a дейін санап бер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың, келесі. Екі қоянның неше құлағы бар? 4 құлағы бар. Келесі, кеттік. Айдайға сұрақ. 7 санның көршілерін атаң. Жарайсың, келесі. Ondan bir 7'nin kere sanap ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şaraysın, kettik arqaray. Ayala, dağısты dыбыстар қандай текшемен белгіленеді? Дауысы дыбыстарды қызыл текшемен белгілейміз. Жарайсың. Келесі. Абдухамид, жәндіктерді аташ. Құмырсқа, көбелек, Ара, қоңыз, ине, инелік. Бексұлу, саған қандай ойын ұнады? Маған жәндіктерді санаған ұнады. Жарайсың, өте керемет. Балалар, бүгінгі табиғаттағы ойындар сендерге ұнады ма? Ендеше, сиқырлы тақиямызды киіп, тобымызға оралайық. Кет! Балалар, бүгінгі күнімізді топтағы ойын орталықтарында жалғастырамыз.